Жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жеке тұлғаның өз бизнесімен заңды түрде айналысуына мүмкіндік береді. Ол заңды тұлғаларда бар мүмкіндіктерге ие болады. Бірақ күрделі есептілік жүргізу қажет емес. ЖК табысына және жеке табыс салығының мөлшеріне қарай өзіне барынша ыңғайлы салық салу режимін таңдай алады. Патент – болжамды табыстың 1%. Жеңілдетілген есептелген салық сомасының 50%-ын төлегенде табыстың 3%. Жалпы салық режимі табыстың 10%. ЖК міндетті зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды тұрақты түрде төлегендіктен, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін еңбек өтілін есептеген кезде кәсіпкерлік қызмет ескеріледі. ЖК-ны қалай тіркейді? Сіз тура үздік Каспий KZ мобильді қосымшасында ЖК тіркей аласыз. Ол үшін мемлекеттік қызметтер, ЖК-ны тіркеуге өтіп, телефоныңыздың экрандағы қарапайым қадамдарды орындаңыз. Тіркелудің растамасын сіз 1 сағаттың ішінде хабарламалар сервисінде ЖК ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама құжаты түрінде аласыз. Тапсырыс берушілер үшін өзін-өзі жұмыспен қамтығандар немесе фрилансерлермен салыстырғанда ЖК-мен жұмыс істеген тиімдірек. Өйткені қосымша сақтандыру жарнасын төлеудің қажеті жоқ.